Осыдан кейін домовойдың бар екеніне сендім. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Мен бұрыннан кеудеме сыймай, көкірегімді кернеп жүрген бір оқиға мен сіздермен бөліскім келіп отыр. Осы оқиғадан кейін мен өмірімнің тылсым дүниеге мол екеніне сене бастадым. Негізінде, бұрын мұндай нәрселерге аса сене бермейтінмін. Біреу айтып жатса күліп ойынға айналдырып жіберетін едім. Осы кезге дейін де солай болып келді. Бірақ қазір бәрі басқа. Кезінде бәрі үй аруағы, яғни домовой болады дегенге сенбей күлкіге айналдыратынмын. Үйде өзім жалғыз жүргенде әңгімелесіп, өзімше батыл санып, домовой бар болсаң қайдасың деп келемеждеп әрдайым домовойлап қоймаушы едім. Мен үшін бұл күлкілі болатын рас еді. Енді бір түні бойы тыпыршықтап, дұрыс ұйықтай алмай шықтым. Күнде солай болып жалғаса берді. Біреу артымнан келіп ұстап тұрған сияқты. Ылғи да түні бойы жанымнан шықпай мазамдала беретін болды. Тәтті ұйқыға бара жатсам, мазалауында қояр емес. Бүгінгі күні мазаласа, домовой қойшы деп айқайлайтын болдым. Сіздер күлетін боларсыздар. Бірақ шынымен де солай. Өмірдің басқа әлемі. Тек қазір ғана отпен ойнама, күйесің деген сөздің мәнін түсіне бастағандаймын. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.